Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен сүйікті шайлардың бірі ташкентский шайдың жасалу жолымен бөлісемін. Егер де бұл шайдың дәмін көрмеген болсаңыздар, татпаған болсаңыздар, осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге апельсин, лимон, нават, мята, қара шай және көк шай қажет болады. Алдымен апельсиннің 3 тілімін кесіп дайындап аламыз. Одан соң лимонның жарты бөлігін видеодағыдай етіп кесіп дайындап қоямыз. Мятамыздың астын кесіп алып тастаймыз. Мен шайды арнайы осындай ыдыста 1 литр суда демдейтін боламын. Шайымызды жасауға кірісеміз. Алдымен көк шайымызды салдық, қара шайымызды салдық, апельсин тілімін, үстіне лимон тілімін, наватымызды осылай сындырып саламыз. Сол кезде тез еріп, шайымыз дәмді болып шығады. Бетіне мятамызды салып, үстіне ыстық су құямыз да 5-10 минутқа бұқтырып қоямыз. Бұл шайдың дәмі де, ароматы да әр адамды еліктірері сөзсіз. Рецепт сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.